Сәлем достар, сіздермен бірге Скаврон арнасы. Бүгін біз сіздермен бірге сіз білесіз бе рубрикасының 4-ші бөлімін көретін боламыз. Ал сіз арнаға әлі жазылмаған болсаңыз, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Бұл арқылы сіз Скаврон арнасының видеоларын бірінші болып көруге мүмкіндік аласыз. Достар, сіз ғаламшоу атты арнаны білесіз бе? Сапасы жағынан қазақтарда теңдесі жоқ бұл канал сіздің жүрегіңізді жаулап алары сөзсіз. Үлкенге де кішіге де ұнайтын бұл арна сізді қызықтырады деген сенімдемін. Сілтемесін төменге қалдырамын. Сіз білесіз бе, Пентагон қызметкерлері кәдімгі біз білетін араларды табуға өте күрделі бомбаларды анықтау үшін асырайды. Аралар өте иіс сезгіш келеді. Сондықтан да аралар атышулы Пентагонда жұмыс істейді. Сіз білесіз бе, Майк есімді тауық 1945 жылы иесі басын кесіп тастағаннан кейін 1,5 жыл өмір сүрген. Басы кесілгеннен соң тауықта мидың кішкене бөлігі және құлағы ғана қалған. Ал иесі оның әлі өмір сүріп жүргенін байқап, оны өлтірмей қайта асырайды. Жемін арнайы түтік арқылы беріп су ішкізді. Тауық 1,5 жылдай өмір сүрді. Осыдан кейін көптеген адамдар дәл осылай эксперимент жасағылары келді. Бірақ бірде-бір тауық Майк сияқты 1,5 жыл өмір сүре алмады. Әрі кетсе 1-2 күн ғана өмір сүрді. Сіз білесіз бе, жапон студенттері емтихан кезінде міндетті түрде кит-кат жейді екен. Олардың тілінде китти-катсу термині міндетті түрде жеңу дегенді білдіреді. Сондықтан да кит-кат елде талисман сияқты болып кеткен. Сіз білесіз бе, Фернандо Магелланның жер шарын айналмастан бұрын мақсаты басқаша болатын. Ол тек моллуск аралдарына апаратын ең қысқа батыс жолын іздеуге шыққан. Жол бойындағы португал кемелерінің шабуылы оларды одан әрі батысқа қарай жылжуына себеп болды. Нәтижесінде оның 3 кемесі жер шарын бір айналып шықты. Сіз білесіз бе, HOHOHO Канадада Санта-Клаус резиденциясының индексі болып тіркелген. ақш-та ZZYZX деген аймақ бар. Ол аймақ не үшін бұлай аталғанын білесіз бе? Өйткені дәл осы ауылды құрған адам өзінің ауылының есімі ақш-тың географиялық аймақтарының тізімінде ең соңғысы болуын қалаған. Нәтижесінде ZZYZX есімді ауыл дүниеге келген. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде де өте қызықты жағдайлар болған. Кей кезде сарбаздар үшін де бір жақ үшін, одан соң қарама-қарсы жақ үшін соғысуға тура келді. Мысалы, Ян Кёнджи есімді кәріс 1938 жылдан бастап жапон әскері қатарында кеңес үкіметіне қарсы соғысты. Кейін ол кеңес әскеріне тұтқынға түсті. 1942 жылы кеңес үкіметі қиын жағдай кезінде тұтқындарды да қолдануға мәжбүр болды. Сол себептен Ян 1942 жылдан бастап кеңес әскері қатарына фашистерге қарсы соғысты. 1943 жылы сарбаз тағы тұтқынға түсті. Бірақ бұл жолы фашистер де қиналған соң тұтқындарын соғыстырды. Сол кезде Ян кеңес әскеріне қарсы соғысты. 1944 жылы кәріс тағы тұтқынға түсті американдықтарға. Бірақ ол осы жылы Америка әскерінің қатарына соғысуға келіспеді. Сонымен видеомыз соңына жетті. Егер видео ұнаса лайк басамыз және Скавронның ВК парақшасына жазылуды ұмытпаңыз. Өйткені Скавронның ВК парақшасына жазылу арқылы сіз бір айдың ішінде әлемдегі ең қызықты нәрселер туралы сізді қарық қылдыра аламыз. Оған біздің редакторлар кепілдік бере алады.